Сәлем әлем достар, бүгін сендермен ауыл квотасы жайлы сөйлесеміз. Жалпы түлектердің ең жиі қоятын сұрақтарының бірі ауыл квотасына балл қосыла ма? Сондықтан осы видеода сендерге барлығын толық түсіндіріп беруге тырысамын. Негізінен алғанда ауыл квотасына ешқандай балл қосылмайды. Оған жалпы мемлекеттік гранттың 100%-ның 35% тағайындалады. Яғни, егер 100 грант бөлінетін болса, соның 35-і ауыл жастарының арасында ойнатылады. Ауыл квотасы бойынша грант қалай ойнатылады? Жалпы грант конкурсы бізде бірінші өтеді. Одан кейін барып, ауылдық квота бойынша гранттар тағайындалады. Егер сен жалпы мемлекеттік конкурста грант ұтып ала алмасаң, ауылдық квота бойынша грант ұтып алуың мүмкін. Бірақ еш жерде ауылдық квотаның грант конкурсы деп жеке жарияланбайды. Және жеке ешқандай құжат өткізіп қажет емес. Жалпы грант конкурсына құжат тапсырған кезде әрбір түлектің ЖСН арқылы кім ауылдық жерде оқыды, сол оқушыларға автоматты түрде ауылдық квотаның гранттары тағайындалады. Енді қарапайым тілмен түсіндіріп көрейік. Мысалы, мен ауыл мектебін бітірдім делік, және мен филология мамандығы бойынша грантқа түскім келеді. Егер ол мамандыққа 100 грант бөлінді десек, соның 65-і ұбт балы жоғары тізімде алғашқы тұрған 65 түлекке беріледі. Енді мен ол 65 түлектің ішіне кірмей қалдым. Бірақ менде тағы да бір мүмкіндік бар. Себебі мен ауыл мектебін бітірдім, және 100 гранттың қалған 35-і тек ауыл мектебін бітірген түлектердің арасында ойнатылады. Ол жерде де бізде механизм тура сондай, ұбт балы жоғары алғашқы 35 түлекке осы 35 грантты тағайындайды. Бірақ бұл жерде ескеру керек бір зат бар. Ауыл квотасы бойынша грант барлық мамандықтарға бөліне бермейді. Себебі аты айтып тұрғандай, ол жерде грант тек ауылда бар мамандықтарға беріледі. Және ауылдық квотамен грантты оқып, университетті бітіргеннен кейін мен міндетті түрде 3 жыл ауылды жерде жұмыс істеуім керек, яғни грантты өтеу үшін. Барлығы түсінікті болды деген ойдамыз. Егер тағы да сұрақтар туындаса, комментарийге жаза кетіңдер. Біз міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңдар.